дыбыссыз жарып жүр ма? Уай, Білмеймін, былай, оны әдейі істемеймін, өзіме. бірге бір шығады. Қатты өзет. Ішіміздегі славаймыз мен еще. Мұна поддержка бізге. Үлкен кісі дейсің, қарасайыз, бөкен қарасай, не деген стиль мұна? Любой. Мәске кейсең де жағасы бар, сондай ғой. Қызық, мәке мен ерекемен бірге өте қызық. Қарсы алыңыздар, Афган фильмінің актерлері Алмат Сақатов, Беймур Бақыпбабеда! және Еркебұлан Тоқтар! Мәссаған, мынау не деген образдар, мынау не деген? Аха. Қалай? Иә, бәрін түсіндіңіздер ғой. Еркебұлан ортаға тұруға болмай ма не сонда? Ят бола ма деп атқам ғой. Тұра салайын? Тұра берсе. Жоқ, сендер неге бізді бірінші кіргізесіңдер, жастарды кіргізбейсіңдер ме? Қалай, мұнаны неге кіргізбейсіңдер сонда біз? Сіздер үлкен болған соң енді алдыға өткізіп жатқанымыз ғой негізінде. Мен артты прикрывать етіп кірдім ғой. Біздің арт всегда прикрытый ғой, брат. Иә, сонымен құрметті достар, мінеки, ешкім күтпеген трио десек те болады. Афган фильмі қызықтайыз бағдарламасында. Жалпы көңіл күй қалай? Керемет көңіл күй деген. Болып тұр ғой. Қалай? Мінеки, бекең көңіл күйі сондай, ереке сіздікі? Менікі қазір 3 сағаттан кейін. Әлеке? Әдемі. Енді құрметті достар, осындай керемет көңіл күймен Жасыл диванда жалғастырамыз. Қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы таң, қай кезде көріп отырсаңыздар да, құрметті телекөрермендер, сіздермен қауышқанымызға қуанамыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Қалайсыңдар, достарлар? Достарлар. Мә байқадың ба, ерекең бір ұялып отыр ғой, кішпейілі болып. Үлкен кісілер отырса бір түрлі отырады екесін андай. Болды енді бізге өлетін уақыт қалды бар ғой, үлкен кісі дей беріп біз. Бұдан осы сендерде кем емес, біз негізі бар ғой. Үлкен кісі дейсің, қарасайыз, бөкен қарасай, не деген стиль мұна? Любой. Мәске кейсең де жағасы бар, сондай ғой. Очкиді қарасай, бөкен, очки. Айбай, осы очки бар ғой. Кеше жарым түнде сағат бір 11-12-лерде бір Американың флажогы бар, бір номер звонить етеді да, онда номер көрмеппін. Алло десем де, ішінде бір стикер мафраз етігі бейнер баймұқан біресе. Мен келіншегім жаңағы ағылшына сабақ береді ғой. Сасқалақтап бер жерін, сөйтсем айтады, сіздің ашкиіңізді прокатқа алуға бола ма деп. Не деген сағаң деп. Мен кәдімгідей шынымен не деген деп, сонда деген деп сені болсын. Алыстан, Америкадан алып келді. Очкиді ғой, цепочканы айтсай. Бұлай болды. Мен мойнымда бар ғой, постоянно сепчика жүреді. Білесің ғой? Еркелдасың ғой, мен моншаға түссем де сепчика. Бүгін жаңа сепчика так депсің. Енді қара, бағана қызықтаймызға шақырт дегеннен асығып жүріппін да, бәрін алғамда сепчикам ұтып кеткен ғой. Мен мойным бәсе білін не сияқты да, бір үйдің сносқа жіберіп қырып тастайды ғой. Тура сол сияқты чувство, не істеймін деп, ана жақтан бол деп. Мынаны бар ғой, наушниктен жасап алғансың ғой. Рас, екіні құлақ аттаған жұлып тасадым да, түйіп мынаны жасап алдым. Стиль ғой, стиль. Мәне. Наушниктің жібін тағып алсаңыздар болады. Лайфхак, құрметті достар. Мен ойымша ол кимге байланысты емес, Әлеке, негізі стиль адамға байланысты ғой. Әдем. Адам ғой, көк көйлекті адам әдемілетеді. Адам демес көк көйлек. Көрдіңіз ғой?
Көк пиджакты да деп қойсаңшы. Көк пиджак. Же мен мысалы үшін мына бауырымның, Марат, мен сенің поклоннигің. Мен постоянно қарап жүремін. Бүгін ойладым, мүмкін бүгін көк көйлекпен ақ футболка киетін шығар. Көк пиджакпен ақ. Подражаю. Негізі поклонигіңмін дегеніңіздің өзі біз үшін үлкен бір мәртебе. Әлеке, негізі Әлекеңді көріп өскенбіз, Алмат ағалардың өнерінен үлгі алғанбыз. Сондықтан қошеметтеп қояйықшы. Нағыз аңыз адам, легенда ғой, кәні. Өлетін уақыт келген сияқты ерекен. Жоқ. Кәртейтіп жатыр, легенда. Негізінде алдыңғы толқынның краштары мен қазіргі толқынның краштары десек те болады, Сендер айтпақшы сол, жастарға байланысты сөздер көп айтасыңдар, да? Иә. Траш дедің ба қандай? Сраш дедің ба? Краш. Траштанып краш болып жүрік. Краш деген сол, немене сол мағына сол? Жоқ, краш деген андай ғой, мысалы, қыздарға ұнайтын. Қыздардың сүйіктісі. Мен Алматыға айтып берген қаншама историясы. Кезінде гастрольде жүрген историяларыңыз сол краштың историялары ғой. Анау автобуста көзің бұлшық болып ұйықтап, беті басың ісіп жатқан кезде бүйтіп автобустың несін ашасың ғой жаңа, пернесін. Ар жағында әдемі қыздар болды ғой. 5 минуттан кейін әдемі болып кететін кездер ме? Дәл өзі. Мінекей, кімнің краштығы мықтырақ екенін тексеріп көреміз, Бірден, краштың құдайы бізде биқош негізі. Көз қарасы. Турцияға барғанда қыздардың бәрі құлады ғой. Оны ең ар жағында Ауғанстанда барғанда жарты қыздар құлап, Сирияда қалқылы жүрдім негізі. Бомбасыз жарып жүрген. Уай, Білмеймін, былай, мен оны әдейі істемеймін өзіме. Біреулер үлкендер айтады, бұл қасиет дейді. Ата бабаңнан келе жатқан деп, қанмен келген деп. Сондай кім Көз. Еркебұлан бастайық. Сонымен құрметті достар, Еркебұлан Тоқтар, ең краш көзқарас. Кеттік, 1, 2, 3. Ой, керемет. Иә. Сәл. Примерно осы ғой, примерно. Жоба болса Үйде деп жүрсің ау дейміз әне. Сәл. Взгляд геометрия кетіп қалған ғой. Геометрия кетіп қалған. Сонымен достар, краш көзқарас Алмат Сақатов. Кеттік, 1, 2, 3. Бұл енді анау 90-шы жылдағылар. Жеңілінен ұрды ғой. Ана жерде бір қыз аузын ашып жіберді. Сіздің взглядыңызды көріп бүйтіп. Ал енді менің ойымша қазір нағыз мастер класс болатын сияқты. Көз қарасы. Отырсың. Уже дайын. Мен әдейі істеп отқан жоқпын. Просто Случайно. Солай болып қалды. Өзі шығып жатыр, не істеймін мен? Харизма ғой, харизма. Сонымен құрметті достар, краш көзқарас Бейнұр Баймұхамбетов. Браво! Тамаша достар, мінекей. Краштық деген осы кәнде мастер-класс беріп жерде. Негізі бұл кинода басты рөлде мінекей осы 3 актер, осы жерде отырған және де Ұлан ағамыз бар, Жалпы экшн түсіру оңай емес. Оңай жанр емес. Бұл комедия элементтері бар экшн негізінде, төбелес сценалары бар. Оларды өздеріңіз ойнадыңыздар ма әлде каскадер? Неме болыпты? Ау? Не болыпты онда? Шық бірге бір көремін қалса. Бірге бір шығады. Қатты өзет. Ішіміздегі слабыймыз мен еще. Мұна поддержка бізге. Қиын. Жас келгенде қиын екен бірақ.
Но бірақ енді экран болғаннан кейін, кино болғаннан кейін барып, өзің білесің ғой енді. Жасағаннан кейін барып, ол жаққа шын жүректен бару керек болды. Шын жүректен барған кейін өнер жақсы көретін нәрсе емес, сондықтан да шын жүректен жұмыс істедік. Қатты қиын болған жоқ. Яғни Физикалық бойынша қиындау болды. Тізе, буын, мынау іштегі жақсыспыз ғой әлі. Бұл проектте мен байқағаным просто актерлар болсын, бүкіл команда болсын, барлығы жанын салып жұмыс істеді. Сондықтан ағалар да жанын салып төбелесу керек болса төбелесіп, мынандай 5 метр жерде жарылыс болады десе жарылыс. каскадер болған жоқ қой, мен... Каскадерлер болды, олар біздің құлағанымызды, немесе біздің соққанымызды олар жасаған жоқ. Барлығын өздеріңіз каскадер. Өзіміз басынан жасап шықтық. Төбелес сценалар. Мәшинемен айдағанда да, погоня жаңағы айда кеп мәшинемен соғылып қала жазда бүйтіп жүргендеріміз да, онан кейін жаңағы құлағанымыз, секіргеніміз, мұны пышақпен мынаның үстінде жаңа тыққаны бар, басқасы бар. Мен негізі адамдар, бір адам бір площадка бір құлақ қалады, немесе бірнеке болып қалғанда аяйсың ғой. Мен өмірімде бірінші рет қоғандым сондайға, осы проект. Біреу құлағанына ма? Анау джиптің артында бір массовкада тұрған бір жаңағы сол жақтағы сериист па бір актер жүрген. Джипті ұстамаған ғой, пикап. Пикап орнынан тұрады да жаңа резко орнынан қозғалады да, соның артта тұрған адам кеткен ғой артқа қарай. Баспен қылады да, анау талып қалды ғой. Біз оған дейін жүгіргенбіз ғой, әбден жүгіріп кеп бір жақта тоқта қалды бәрі. Не болып қалды? Не болып қалды дейміз ғой. Анау аузын ақ көбік атуға тұрды. Жақсы болды ғой, не болды? Олай істейді ғой. Шаршап кеткенбіз ғой. Қиын болды, бірақ енді қызық болды. Бірақ қызық сәттері өте көп болды. Біз режиссермен хабарласып, тіпті бұл киноға кірмеген кейбір кадрларды, жүзеге аспай қалған кадрлардың үзінділерін жинап алдық. Кәнекей достар, экранға назар аударайық. Көрейікші. Мынау қалай қарайсың, жақсы ма? Қалайсың, амансыз ба? Жатылып сөйлеп отыр ма? Қойма! Жау болды ма? Барғаннан кейін қалаға Халидтің адамдарын табасыңдар деген жерден бәрін. Ауғанстан, Құндыз қалашылар. Қалашы? Йоқ, қалашы. 38-76, да? Опять вы зачем пришли? Кабир за нами. Халид. Типа что? Баю-бай должны все. Скандали yok. Ой, Браво! Өлтірді ана. Автоматта тұрған. Ол байқұс не істерін білмей қалған ғой. Бәрі бұрылып жатыр, қолында автомат жоқ. Бүйтіп бұрылып бастаған ғой. Кейін Ойнап отыр ғой до конца. Кейін монтажбен қоя салады деп ойлаған ғой, крашканы. Осындай атмосферада, осындай көңіл күйде, осындай сапада жасалған керемет кино. Сондықтан, құрметті достар, баршаңызды кинотеатрларда күтеміз. Афган фильмі. Ағаларымызды аңыз адам деп жатырмыз. Алматы ағаны енді білесіздер ғой барлығыңыз. Бауыржан Шоу, әйгілі Бауыржан Шоу театрының актері. Және де бұл театрдың әрбір қойылымын жатқа білетін біз, мектепте ойнайтын біз жаңағы. Енді 93 жылдан бері келе жатырмыз ғой. Жалпы Бауыржан Шоу театры сол кездегі бір трендмейкер десек те болады да.
сол кезде көптеген әзілдің бағытын айқындап берді. Онымен қоса көптеген жас өнерпаздарды жарыққа алып шықты десек те болады. Және де осыған орай бір факт тауып алдық. Менің ойымша көрермендер таң қалады деп ойлаймын. Жалпы Орда деген топты білесіздер ғой? Орда тобының негізін кім қалаған білесіздер ме? Кім? Негізі Орда тобының негізін қалаған жандардың бірі және сол топтың алғашқы мүшелерінің бірі Алмат Сақатов. Білесіздер ме? Бұл негізі біз үшін таңғаларлық факт болды негізінде. Негізі мынау Рүстем Оразбеков, қазіргі Дастанның бауыры, ағасы. Ол бізде Бауыржан шоудың ішінде өзінде бір мектеп болған. 2 жылдық не сияқты, училище сияқты театральный оқытатын. Сонда кеп ол оқып жүрген. Оның бауыры Дастан мектеп тұрып жатқан. Сөйтіп, кім Рүстем үйіне шақырды қонаққа. Менің әкемді. Әкем режиссер Бауыржан шоуда. Сонда кімнің Дастанның әкесі айтты. Дастан отыр столда. Мәке деді мен әкеме. Мына баланы алып кетіңізші өзіңізбен деді. Не болды деп? Сотталып кетеді мынау деді. Күнде ақсайды ғой олар. Күнде төбелеседі. Күнде үйде жоқ мынау иттің баласы дейді. Бұның басын мен канистрмен ұрған кезім болған дейді. Бос канистр бар ғой сонымен де. Мысалы, соның кейін барып Дастанды алдық. Сол кезде мен Бауыржан шоудан бір жарты жылға шығып кеттім. Конфликт болды арамызда кішкене. Ол үлкен популярный группалардың арасында бәр жерде болады ондай. Сөйтіп шыққан кезде мен Дастанмен Рүстем қолдары бос болып жүрді, соларды алып кеттім де, Өскеменді аралап концерт қойдық. Үшеуміз бір ән айта бастадық. Сосын барып әкем айтты, топ құрмайсыңдар ма? Мына топтың атын Орда қылып қойыңдар деді. Мен атын әкем қойған негізі. Сөйтіп Орда деп қойды, мен Рүстем Дастан үшеуміз өлең айтып жүрдік. Сосын бір күні Республика сарайында сахнада өлең айтып жатсақ, ана екеуі билеп секіріп жатыр да, мен ортасында не істерімді білмей тұрмын да жерде. Қой дедім, мен Әбу Насырларға қайтып барайын дедім де жаңағы. Сөйтіп өзім әнші болып кете жаздап жүрген кезім ғой. Сонан кейін барып жаңағы Ерболаттар кездесті Астанада, биші болып жүрген кезінде. Сөйтіп олар біздің Бауыржан шоуға келді. Сөйтіп қосылды олар, сөйтіп жиналып, үлкен полноценный Орда деген топ шықты ғой. Иә, тамаша. Тамаша. Негізі Орда дейтін аббревиатура емес пе? Рүстем, Дастан, Алмат. Осы кім сонда? Енді негізі мынау Рүстем мен Дастанның қоймақшы болған. Мен директор Оразбеков, Дастан, Рүстем арғай. Құрмет достар, керемет факт. Орда тобы жалпы құрылған кезде Оразбеков, Рүстем, Дастан және Алмат. Мен как продюсер ретінде болама деп ойлағам жүрген. Оған бірақ оған ол кезде 98-99 жылы ми жетпеді оған. 2000 жылдары. Сол. Бірақ десек те қазіргі таңда шынымен де аңызға айналған топтардың бірі. Мінекей соның басы қасында жүрген Алмат ағамыз. Қошеметтеріңіз. Ал егер сол кезде жаңағыдай билеп кетіп, ары қарай жалғастырып кетсе қалай болады екен? Енді ол қалай болар еді? Қалай ойлайсыз? Ол жерде расында да қаншама әдемі билейін деп қаншама жанталассаң да, ол сен сол Алматсың, сол актерсың, сондықтан да ол әр жасқа байланысты Дастандар сияқты билей алмайтынды білдім мен. Және жанталасуға болар еді ол жерде. Кішкене барып физкультурамен заниматься етіп, басқаша болар еді. Бірақ ішкі дүниең, ішкі скорысың оларға келмейді да. Былай өзіңіз көз алдыңызға елестеткен кездер болды ма? Мысалы, Орда тобының құрамында солар. Жоқ, Құдай сақтасын, Алла сияқты. Ал біз елестетіп көрдік. Ендеше құрмет достар, елестетейік. Алмат ағамыз Орда тобындағы жұмысын жалғастырса қалай болар еді? Экранға назар аударайық. Жаралы жүрегім
жарасып тұр ғой, әбәдем болып тұр ғой. Әбәдем болып тұр. Негізінде шағын осындай фантазия ұнады ма, достар? Жоқ, негізі постерлерді де көруге болады. Ол мысалы қазіргі таңда Алмат ағамен бірге орда концерт беріп жүрсе, афишалары қандай болады көрейік кәні. Міне, вариант. Мынандай нұсқа бар. Расында да мен осындай болар ем негізі, жанындай болар ем. Мынандай вариантшы. Аналарымен жүргенде, Құдай сақтапты ғой. Тағы қандай нұсқа бар? Мынау күшті енді, е? Мынау енді әдемі тұр енді. Әдемі болып тұр мынау. Кожаный киіммен керемет жарасады екен. Мінекей ағамыз өнерде үлкен жолы бар жандардың құрылуына әбден өзінің септігін тигізген. Керемет жан. Қошеметтеріңіз, достар. Өте ерекше факт десек те болады, е? Негізі киноның аты «Біздің жігіттер Афган». Жай ғана Афган емес, «Біздің жігіттер Афган». Неге сондай ұзақ атау? Афган? Е? Біздің жігіттер. Солай ма? Енді ертең Қытай біздің жігіттер деген сияқты ғой. Яғни бұл? Көп часть болады. Біздің жігіттер Афган, біздің жігіттер Татарстан деген сияқты. Татардың қыздары әдемі дейді ғой. Ал өздеріңіз мүмкін бір қалауларыңыз бар шығар. Қазір продюсерлерге ымдап айтып қоюға болады. Мен түсетін болсам, біздің жігіттер Мальдивы деп. Мальдивы деп алатын едім да. Жау жоқ па, чисто кайфовать етті. Өз нәпсіңмен көресің да. Жаумен емес. И отылып қайтасың ба? Жеңе алмай кетесің. И бұл фильм, мен ойымша, 10 частьқа дейін барады деп ойлаймын мен. Өзімнің ойым. Форсаж сияқты ма? Форсаж сияқты. Аяғында уже шығыпты деген кезде, тағы айыратын шығар. Жүріндер барып қайтайық. Бірақ Америкада түсірмейсіңдер, е? Өйткені сен Америкаға барып қайттың ғой. Түсірсе жүріндер кеңдер. Негізі айта кететін нәрсе, Еркебұлан қазіргі таңда Америка құрама штаттарында бір киноға түсіп жатыр екенсің, е? Яғни, құрметті достар, Еркебұлан жуырда Голливудты бағындыратын ойы бар, е? Яғни бағындырады, не бағындырады? Неге сомнение ұстап отырсың? Мен ба? Иә. Мен просто скромничать етіп отқам ғой. Ертең вдруг болмай қалса, мен енді айтқан жоқпын сендерге. Десек те Еркебұланның қабілеті, таланты, харизмасы оған жетеді деп ойлаймын. Тіпті Голливудта өнер көрсетіп қана қоймай, менің ойымша тіпті бір болашақта Оскар алуға да қабілет жететін сияқты. Жетеді міне, қайдағы жоқ Қытай мен Корейліктер жетіп жатқанда біздің балалар жетпей ме? Әмин, оразада қабыл болады дейді ғой, аумин. Оны елестетіп көрсек те болады, экранға назар аударайық. Сонымен бірер уақыттан соң Еркебұлан Тоқтар Оскар алып жатқан сәті қандай болар екен? And Oscar goes to Erkebұлан Тоқтар. Ассаламағалейкум, ladies and gentlemen, Оскарды алғаныма қатты қуаныштымын. Ең болмаса Голливудта мен рубиц ететін адам бар ма деп ойлап едім. Мұнда да жоқ екен. Шынымды айтсам, мұнда бәрі мен қолдап келді деп ойлаймын. Арасында Киллиан Мерфи алады деп ойлағандар. Бір жерлерің астың конкретный. Баяда Айнабұлақтан натура дейтін сушняққа жіберетін балдар ғой, по идее. Көп рахмет, қазақтар әлі талай Голливудты бағындырады. Рахмет! Құдай қаласа, бұл біз болашаққа бір фантазия ғой десек те. Науда енді қазір фантазия деп отырып, вдруг. Иә? Бұйырса, Құдай қаласа. Яғни ойға келген нәрсе қолдан келуде әбден мүмкін. Сондықтан бастысы армандаңыздар, армандардың орындалатын бір қабілеті бар. Иә. Қошеметтеріңіз, достар, солай болсын деген тілек қой.
Ал Бейнұр ағамызға келетін болсақ, Бейнұр ағамыз енді культке айналып кеткен актер ғой негізінде. Қай сериалдан білесіздер? Жаңағы Сержан Братанда Була Ураган образын ойнады. Кәдімгідей ол сізді көрсе бірден Була Ураган дейді. Және де көбінесе киноларда бір криминал, бандитизмге қатысты персонаждарды ойнайсыз да? Иә, маған көбінесе араққа қатысы бар рөлдерді береді. Өйткені ана Сержан Братанда мен арақ ішіп ойнадым ғой. Кейіннен бәрі мені сол аға сақал мұртыңызға тиіспеңіз, шашыңызды алдырмаңыз дегенде біліп отырамын, уже сіз мас болып отырасыз дегенді айтатыншы. Соң кейіннен көп болып кетті менде. Постоянно то бомж. Өмірде ішпейтін адам ғой негізі. Мен негізі өмірде ішпеймін ғой. Бомж, бір нәрсе деп. Кейіннен бір андай рөл ойнамап, шампанский ұстап, балконға қарап, қыздарға қолда бір шоколад. Жизнь играет за холмом. Гулял сентябрь, плачет муравей деген сияқты. Сондай жоқ менде. Постоянно қашан көрсең алқаш. Сондай, бірақ әлі бермей келетір соны. Бірақ Қызық Таймс бағдарламасында барлығы мүмкін. Иә. Сондықтан құрметті Беке, сізді басқа образда көрсек, романтикалық образда көрсек қалай болады екен. Көрейік, экранға назар аударайық. Мөкілдір аспаныма нұр сәуле шашқаныңда, үлбіреп аппақ жүзің жүрек от шаққаныңда, бұлқынып алау сезім таусалып тағат көзім. Өзіңе періштемдей ынтығып қарай бердім. Жарқ етіп жанарың, назданып қарадым жаным. Рахмет, бірінші рет ойнап тұрмын рөлді. Қол балжыдым кішкене. Тамаша. Сондықтан алдағы уақытта сізді осындай рөлде де көреміз деген үміттеміз. Иә, жалпы өмірлеріңіз қызық оқиғаларға толы ғой. Дәл қазір сіздерге фактілер ойынын ұсынбақшымыз. Сіздерге жай ғана белгілі бір фактілерді оқимыз. Ол фактілер кімге қатысты, я немесе жоқ деп жауап бересіз де, егер сізге қатысты болса, оны бізге айтып беріп көрейік. Көреміз бе? Кеттік, ендеше реквизит сахнаға. Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Сонымен алғашқы факт. Мен сүйек жұтып қойғаным бар. Аха, мінеке, Алматыға қалай сонда сүйек жұтып қойғаныңыз? Сүйек жұтқанда енді біз асаба боламыз кезінде көп тойда көп жүрдік қой. Соны бір той өткізіп жатырмын. Тойдың ортасында табақ алу керек. Табақ алған кезде асқайыр батасы бар. Асқайыр бата беру керек те. Соны бір ақсақалға бардым, микрофонды беріп микрофонды. Әгер микрофонды қой мында деді. Аға, сізден бата сұрайын деп едім. Нем біледі шалға барып? Негізі айтқан жоқ бар деп. Түріне қарасам бір серьезный шал. Соны айтты, ай мына табақтан саған асатайын деді. Асататын не болды ғой негізі? Дәстүр бар өзі қазақтың арасында. Өзімше ана шалға, ой рахмет, риза болып, 300 адам ана жерде отыр. Әртістердің столында әлегін есімде. Жанарменен кім отыр? Мадина екеуі, Садвақасова. Олар шығу керек оған дейін. Соны бір уақытта алты ана кісі асатамыз деді, аузыма сал жіберді. Пер жібердім жаңа. Жұттым, жұтқан кезде мына жерге келіп тоқтады ғой. Сөйтсем ішінде не бар екен? Майдың ішінде тобық бар екен. Аха. Тобық деген бар ғой. Тоқтады келіп мына жерге. Тойдың үстінде. Шалың маған бір қарады да, микрофонды алды да, бисмиллахир-рахманир-рахим бата беріп жатыр. Мен бүйтіп тұрмын. Өліп бара тұрмын да жерде. 300 адам ана жерде отыр, не істермін? Амал жоқ, өлмейсің ғой енді. Еңкейдім де жерге отыра қалдым да, саусақты аузға тығып жіберді, жұлып алдым ана етпен қосып. Мәссаған. 300 адам алдында. Иә.
ау мен деп бітірді де микрофонды берді, микрофонды мен бүйтіп алдым да осы шыдан көзін жайттым ғой. Ақсақал дедім, ұят жоқ екенсіз де дедім де. Бардым, барсам, сол кезде Мәдина бар, Мәдина айтады, мә братан түрің аппақ болып кетті ғой дейді де. Өлі қала жыдадым жаңа, өлі қала. Ана жерде бір жынды бір шал отыр деді пақпас. Сондай болған басымызда. Өліп қалса қайтесің ана жерден, шал да мақұл ғой. Страшно. Қожабеттер ағыз. Тағы бір факт. Келесі факт. Мен өзбек жігітке жаман нәрсе көрсеттім дейді. Мен ғой. Мен. Саусақ қой, саусақ көрсетті. Саусақ қалай болды ол? Ол өте қызық болды. Мен күрес алмайды деп ойлайды ғой енді. Иә. Қарсыласып ше, осы Алматыға бәріміз бірге шыққан бой ғой осы недавно болады. А секунданттарым дайындаған мен соңғы бір 40 секунд қалған кезде біз саған 40 секунд қалды дейміз. Сол кезде күреске кіріп кетші деді өзің. Вообще шок қылды деді анан. Сөйтіп 40 секунд қалды деді. Сонымен өз примерно келіп тұр екен аяғını жерді. Күреске кіріп кетіп едім, анау гильотина қалады ғой. Прям жанында ана секунданттар отырды, мынандай мен былай мойым қысып алған, анау құлатып алдым бірақ. Секунданттар отыр, анау таяқ жеп жатыр ғой, енді ұтылып жатыр қанша уақыттан бері. И мынау возможность оған жаңағы душт етуге. Секунданттар шаң кете қалды, қалқандар депші. Сонымен бүйтіп тұрдым да, мә саған қалқандар деп, маған Өзің қылқынып жатсың ба? Жоқ, қылқынбай жатырмын ғой мен. Біліп тұрмын ғой, анау қылқындырамайды ол. Никак. Тырысып жатыр. Потому что дұрыс жасап жатыр. Мә саған қылқындырады дедім да, басым шыға. Анау, деп айтып үлгерді, короче. Екеуміз сөйлесіп үлгерді. Қалай деп жаңа қайта сұрай берсең. Сөйтіп анау боқтап үлгерді, мен маған көрсетіп үлгердім, сосын шештім да арғай ұрамда анаған қарай мамыр бүйтіп отыр ғой. Сондай қызық болған, арасында бүйтіп сөйлесіп болатын. Негізі Адилхонмен кәдімгідей сендер өмірде қалайсыңдар? Жек көрем ғой, иттің итіндей жек көрем ғой. Жақтырмаймын вообще. Қанша бүйтіп, адам ғой деп бүйтіп неғып көрейінші десем де, в общем, жақпады ғой, короче, адамша. Бүйтеді ғой, жеңгенен кейін бүйтіп қояды. Айнаболақта кезінде біз мұндайларды Сушняққа жібергенбіз деп қояды. Еркебұлан Адилхон 3 деген жекпе-жекті күтеміз барлығымыз. Ендеше достар, тағы бір факт кеттік. Мен фонограммамен ән айттым дейді. Кімге қатысты факт? Міне. Негіз бәрі айтады ғой фонограммамен. Ол былай болды. Мен бір әнді ұнатып қалдым да, ол мынандай ән еді ғой, білесің ғой? Ой, маралдым, бір сен үшін жаралдым деген ән бар еді ғой. Қыз қоралам. Сол ән деген бар ғой, сенесің ба, бойыма кіріп алды, шықпайды ғой анау. Күндіз түні елестетесің, тойда сол ән айтсам ғой. Соны бүйтіп айтсам ғой деп. Бәлен сон бір күні бардым да студияға түстірдім ана дауысты. Дауысын түсірдім. Сонымен мен кенже інім бар, қазір қара шаңырақта отыр, Айбек деген ең соңғы кенже інім. Сол да бір ыңылдап ән айтып жүрген кез, оған да кіріп апты ана ән. Сон бір күн маған айтады, көке мына әнді мен де айтсам бола ма дейді. Жүр дедім де студияға барып, оған да түсіріп бердім. Барғанша үйретіп бердім. Қыз қорылан. Енді ол Айбек 3-ші класс па, 4-ші класс оқиды кішкентай. Бірақ әнге ғашық болып қалғанда, соны үйретіп келатырмын ғой, деп жаңа өзің әнден айтып келатыр. Соны мен барғанша бардым, дауысын түсірдік, соны ауылға кетіп қалды, дайын болғаннан кейін жаңа берем дедім. Соны маралдым плюс деп жазып қойғанбыз. Фонограмма ғой енді. Соны жаңа жыл тағалып қалған кезде маған бір айтты, осылай қарындасының корпоративі бар еді, бір ән айтып бересің бе деді. Ана әнді дауысым жазғалы бері әлі орындамағымыз ғой енді. Соны ой болды дедім де, соны айттым, мен ноутбуктан маралдың плюс деген тұр, соны жазаша дедім. Хорошо деді. Соны мен жаңағы жерде кішкене тұрып көрсесем бола ма? Иә. Соны мен жаңағы үйсті нелер отыр, жаңа корпоратив, бәрі отыр, жаңа очкимен, шаш сары, бір бастық, бір компанияның адамдары ғой. Музыкант ар жағында отырады екен. Бейнұр Баймұхамбет деген кезде музыка кетті. Тің деп бастап кезем 4-ші класстағы інімнің дауысы ұрып тұрған.
Берен Айбектікін беріп жіберіп қаңғалар. Иә! Қас қарағың де кішкенте бала. Мен жаңа бейт тұрып айтам деген ғой, оған келмейді да, соны амал жоқ. Бүйтіп қалсам, музыкантым жоқ анау. Жоқ бүйтіп. Сонымен до конца айтып шықтым ғой. Сенесіз бе сонда? Мен бір қызық әңгіме айтып берейін ба? Бір балада қобызбен композиция жазып алған ғой, ода. Оңғы сразу басталып береді екен. Деп ұрады екен да. Сол музыкантқа айтып қойды. Мен барам, поклон жасаймын, орындық отырам, сол кезде бірақ қосасын деген ғой. Деп бастай береді ғой. Сөйтсем музыкант шатысып қалған ғой. Осылай видео. Қанат Сакибаев Қанат деген кезде музыкант қосып жіберген ғой. Ана қобыз сразу басталу керек. Сасқаны бұтына қысау сахнаға шыққан ғой. Бір қарасаң орғы қырымен ой деп ұшып келеді. Сондай әңгімелер болған. Тамаша. Шынымен қызықты оқиғаларыңызға рахмет. Бізде жалпы қызықтаймыз бағдарламасында былайша айтқанда үрдіске айналып кеткен керемет рубрикамыз бар. Оның аты чат рулетка. Құрметті достар, дәл қазір көрермендермен тікелей эфирде байланысатын боламыз. Чат рулеткада Алматаға, Еркебұлан және де Бейнұр ағамызды көрген кезде көрермендер қандай реакция көрсетеді екен? Көрейік, достар! Кетті! Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Сонымен көрермендермен қауышу. Афган, біздің жігіттер. Кеттік! Бізге қарап істеп отыр ғой. Ассалаумағалейкум. Төбелестен нере естіп Қызылаев қой. Қызылаев қой амма. Қалайсыңдар, Ей, телефон сынады, телефон. Телефон дұрыстап ұстаса, телефон дұрыстап ұста. Байсам. Тыныш. Боқтамандар, Деп тоқтады деген болар, Арғай айтпай деген. Салам алейкум. Ана объектін қашан бітіресіңдер? Объектін қашан бітіресің сен? Чат рулеткада отырсың ғой. Bu akşam ölerim bir kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Қазақ ауыл осы. Все, вы меня докрутили, я по-казахски особо не понимаю. Откуда будете? Со стороны. Со стороны, пора учиться уже на казахский язык. Что там? Я, например, в казахской школе скончался, вот умею разговаривать по-русски. Ну, нормально. Я с детства на русском просто общался, поэтому я чуть-чуть на казахском, не особо. Профессия какая у тебя? Я ремонт под ключ делаю в квартире. Бітірмейсіздер ма? Он Қашан бітіресің? Точно түспін ғой, Ладно, давай, брат. Удачи. Сау бол. Қайда отырсың сен, бала? Падада жүреу. Қалайсың? Алейкум салям. Айналаң көрсетші, айналаңды. Қайықта жүрсің? Қазақтың баласы деп мақтап отырсың. Алар бәрі басқаша десіңдерші, әкеңнің аузы деген сияқты бар ғой, жақсы сөздер бар. Тауда тас іздеп отқан жоқсың ба сен? О, басқа нәрсе істеп отыр. Жоқ тағда, ауылға қарап қойып. Қырдың үстіне шығып ап па? Қазақтың баласы малшы ғой. Молодец. Мал іздеп жүрсің бе? Дұрыс. Мал баққан қазір негізі жақсы. Бай бол. Қазақтың балалары бай болған жақсы негізі.
Оқымасаң мал бағасың дейді ғой деп. Онысы дұрыс емес. Оқысаң сен көп мал бағасың. Сен біреулерге мал бақтырасың. Дұрыс па? Дұрыс. Бірақ сен мал баққаныңды қанша оқыса да адам қолынан келмейді. Мал бағу деген оқу жоқ, ешкім қолынан келмейді. Либо сен қолынан келеді, так что тағы оқып жіберсең оның үстіне, вообще күшті болып кетесің. Алдың жүрсін бабай. Иә, бір жақсы бір тас тап та. Қыры жоқ шандай. Қалайсыңдар, ей? Айтқызбады ғой. Уағалейкум ассалам. Міне екіншісі құрталар, басқа сөз білмеймей. Шымкенттің қай жерденсіңдер? Актрисалар. Қалдарың қалай, аман ба? Бола ураган жүр ғой. Не? Мына жерде отырғандар чемпион ғой. Давай, жігіттер. Дальше больше. Это картинка оны алып қойып дейсің ғой. Сөйлесей бірдеңе. Айтса. Шын ғой, шын. Бейнұр аға сіз не отырады? Ауылға кетті. Туысқандарының үйіне дейін барсаң сіз. Телефонмен до конца. Сөйлеңдер, қалайсыңдар? Анау шошыдау деймін сестрің, Шошытпасай олай. Атыңыз кім? Дана. Дана, жаңа кім? Менің кумирім деп кімді айттыңыз? Андай, актер. Қай актер? Жоқ, мен реально сенбей тұрмын. Анау артында тұрған ше. Жоқ, реально деймін. Осымен. Сіз сияқты спортсменмін ғой. Мәне. Не? Тағайшы. Естімем. Сіз сияқты спортсменмін. Молодец. Рахмет, аумин. Сіз сияқты спортсмен болсам дейді Алматаға. Өздеріңіз аман болыңдар. Бақытты болыңдар. Сау бола ғой. Мінеки, тамаша көрермендермен де жүздесіп, сөйлесіп үлгердік. Ендеше, құрметті Алмат аға, Бейнұр аға, Еркебұлан, сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Афган біздің жігіттер фильмінің екінші бөлімі шыққан кезде дәл осы студияда тағы да қауышайық. Аумин. Құда қаласа. Бәріне рахмет. Келіндер, көріндер, біздің жігіттер Афган 11 сәуірден бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында. Қошеметтеріңіз, Еркебұлан Тоқтар, Алмат Сақатов, Бейнұр Баймұхамбетов, қошеметтеріңіз, Афган фильмі. Қазақ Таймс бағдарламасында! Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық.
сабадым жамбасқа қададым ол жерде алған сабағым дәл менің жарылған қабағым жарамын мен әлі жарамын Афганда бұлауладан ойын емес әр күнге оқтар ұшуда бір күнде Афганда қазақтар езіп өтті бәрінде бәрі қарады қазақтар келгені елге тарады үш бауыр Афганда шулатып төбенде жер су бізді қарады шытырманды оқиғаны кітаптан оқыған керекті миына тоқылған әскери дайындық бәріне зың оларды күтуде әрине мұң байқа балақай байқа тайпа оралды қайта кейін көзіңе жас алып бізге өкпеңді айтпа